Сәлем! Егер менің каналым саған ұнаған болса, міндетті түрде достарыңмен бөлісіп, каналға тіркелуді ұмытпа. Бүгін 8-ші сыныптың тұздардың қасиеттері тақырыбына арналған біліміңді тексер тапсырмаларын орындаймыз. Бірінші сұрақ: атаулары берілген тұздардың химиялық формуласын жазыңдар. Бұл тұздардың қайсысы суда ериді, қайсысы ерімейді? Магний фосфаты. Магний 3, ПО4 2. Натрий сульфаты. Натрий 2, СО4. Кальций силикаты. Кальций силициум О3. Магний карбонаты. Магний СО3. Темірдің 2 валентті сульфиді, феррум С. Темірдің 3 валентті хлориді, феррум хлор 3. Кальций нитраты. Кальций NO3 2. Келесі бізде суда еритін тұздарға натрий 2, СО4, феррум хлор 3 және де кальций NO3 2 жатады. Ал суда еримейтін тұздарға магний 3, ПО4 2, кальций силициум О3, магний СО3 және феррум С жатады. Екінші сұрақ: металл оксидтерінің қышқылдарымен әрекеттесу теңдеулерін жазыңдар. Барий О қосылған HNO3 түзеді. Барий NO3 2 қосылған H2O. Теңестіру үшін HNO3-дің алдына 2 қоямыз. Феррум 2O3 қосылған H2SO4 түзеді. Феррум 2SO4 3 қосылған H2O. Теңестіру үшін H2SO4-дің алдына 3, H2O-ның алдына 3 қоямыз. Гидроргирум О қосылған H хлор түзеді. Гидроргирум хлор 2 қосылған H2O. Теңестіру үшін H хлордың алдына 2 қоямыз. Натрий 2O қосылған H3PO4 түзеді. Натрий 3PO4 қосылған H2O. Теңестіру үшін натрий 2O-ға 3, H3PO4-ге 2, натрий 3PO4-ге 2, H2O-ға 3 қоямыз. Үшінші сұрақ: күкірт қышқылының ерітіндісін берілген заттармен әрекеттестіріп, темірдің 2 валентті сульфатын алыңдар. Бірінші А жағдайы: феррум қосылған H2SO4 түзеді. Феррум SO4 қосылған H2. Келесі А жағдайы: феррум OH2 қосылған калий 2SO4 түзеді. Феррум SO4 қосылған калий OH. Теңестіру үшін калий OH-тың алдына 2 қоямыз. Б жағдайы: феррум О қосылған H2SO4 түзеді. Феррум SO4 қосылған H2O. В жағдайы: феррум СО3 қосылған H2SO4 түзеді. Феррум SO4 қосылған H2O қосылған СО2. Бірінші есеп: массасы 7,2 грамм магний оксиді тұз қышқылымен әрекеттескенде түзілген тұздың массасын есептеңдер. Ең алдымен реакция теңдеуін жазып аламыз. Магний О қосылған H хлор түзеді. Магний хлор 2 қосылған H2O. Теңестіру үшін H хлордың алдына 2 қоямыз. Бізде есептің берілгенде магний оксиді 7,2 граммға тең, ал оның молярлы массасы 40 граммға тең. Бізге магний хлоридін табу қажет. Ол бізде X грамм, ал оның молярлы массасы 95 граммға тең. Осы жерден X-ті табамыз. 7,2-ні 95-ге көбейтіп 40-қа бөлеміз. Нәтижесінде 17,1 грамм шығады. Есептің жауабы: магний хлоридінің массасы 17,1 граммға тең. Екінші есеп: массасы 14 грамм темірді күкірт қышқылының ерітіндісімен өңдеді. Реакция нәтижесінде түзілген тұздың массасын және сутектің көлемін қалыпты жағдайда есептеңдер. Ең алдымен реакция теңдеуін жазып аламыз. Феррум қосылған H2SO4 түзеді. Феррум SO4 қосылған H2. Бізде феррумның массасы белгілі, ол 14 граммға тең, ал оның молярлы массасы 56 граммға тең. Бізге феррум SO4-ті табу керек, ол X грамм, ал оның молярлы массасы 152 грамм. Және де H2-ның көлемін табу керек, ол Y литр, және де қалыпты жағдайда мольдік көлем 22,4 литрге тең. Осы жерден X-ті тауып алсақ, 14-ті 152-ге көбейтіп 56-ға бөлеміз, нәтижесінде 38 грамм шығады. Бұл феррум SO4-тің массасы. Енді H2-ның, яғни сутектің көлемін табуымызға болады. Ол үшін Y тең болады. 14 көбейтілген 22,4 бөлінген 56 түзеді 5,6 литр. Есептің жауабы:
Феррум SO4-тің массасы бізде 38 граммға тең, ал сутектің көлемі 5,6 литрге тең. Үшінші есеп. Мөлшері 0,2 моль мыстың эквивалентті нитратын алу үшін қажетті бастапқы реагенттердің мыстың эквивалентті оксиді мен 70% азот қышқылы ерітіндісінің массасын есептеңдер. Ең алдымен реакция теңдеуін жазып аламыз. Купрум О қосылған HNO3 түзеді. Купрум NO3 қосылған H2O теңестіру үшін HNO3-тің алдына 2 қоямыз. Бізде купрум NO3-ның зат мөлшері 0,2 мольге тең, бірақ реакция бойынша ол 1 мольге тең. Купрум О белгісіз X грамм, молярлы массасы 80 грамм. HNO3-тің де массасы белгісіз Y грамм, ал молярлы массасы 126 граммға тең. Осы жерден X-ті тауып ала аламыз. Ол үшін 80 граммды 0,2 мольге көбейтіп, 1 мольге бөлеміз, нәтижесінде 16 грамм шығады. Енді Y граммды да таба аламыз. Ол үшін 126 граммды 0,2 мольге көбейтіп, 1 мольге бөлеміз, нәтижесінде бізде 25,2 грамм шығады. Алайда бізде HNO3-тің массасы белгісіз, өйткені ол жерде бізде 70% деп жазылып тұр. Оның 100% қанша болатынын табу үшін 25,2-ні 100%-ға көбейтіп, 70%-ға бөлеміз, нәтижесінде 36 грамм шығады. Есептің жауабы купрум оксидінің массасы 16 граммға тең, ал HNO3-тің массасы 36 граммға тең. Төртінші есеп. 100 градустан жоғары температурада ас содасы натрийдің гидрокарбонаты натрий карбонатын түзіп ыдырайды. Массасы 25,2 грамм натрий гидрокарбонаты ыдырағанда қанша натрий карбонаты түзіледі? Ең алдымен реакция теңдеуін жазамыз. Натрий HCO3 температура әсерінен ыдырап, натрий 2CO3 қосылған H2O қосылған CO2 түзеді. Теңестіру үшін натрий гидрокарбонатының алдына 2 қоямыз. Бізде натрий гидрокарбонаты 25,2 граммға тең, ал оның молярлы массасы 168 граммға тең. Бізге натрий CO3-тің массасын табу керек, ол X грамм, ал молярлы массасы 106 граммға тең. X-ті табу үшін 25,2-ні 106-ға көбейтіп, 168 граммға бөлеміз. Нәтижесінде бізде 15,9 грамм шығады. Есептің жауабы натрий 2CO3-тің массасы 15,9 граммға тең. Бесінші есеп. Зат мөлшерлері 1 моль фосфор қышқылы және 1 моль натрий гидроксиді өзара әрекеттескенде қандай тұз түзіледі? Оның массасы қанша? Ең алдымен реакция теңдеуін жазамыз. H3PO4 қосылған натрий OH түзеді. Натрий HPO4 қосылған H2O. Бізде H3PO4 1 мольге тең, натрий OH 1 мольге тең. Және де натрий HPO4-тің бізге массасы белгісіз, ол X грамм, ал натрий HPO4-тің молярлы массасы бізде 120 граммға тең. Және де реакция теңдеу бойынша H3PO4 пен натрий OH-тың зат мөлшерлері 1 мольге тең. Осыған қарап, натрий HPO4 1 мольге тең. Сондықтан формула бойынша, яғни масса тең болады. Нью көбейтілген молярлы масса формуласын қолданып, 1 моль көбейтілген 120 грамм тең 120 грамм деп табуға болады. Немесе осы жерден X-ті пропорция арқылы тауып, сіздерге көрсеткеніндей 120 көбейтіп 1 бөлінген 1 тең 120 грамм деп тауып алуға да болады. Есептің жауабы натрий HPO4 бізде 120 граммға тең.